Ресей Великий Новгород қаласы, сауда жағындағы әулие Николай соборы. Терезе табалдырығына дейін жерге батып кетті. Ғибадатхана қазылып, 1,5 метрдей жер қабаты жойылды. Ғибадатхананың шұңқыры тұр. Қазба жұмыстарының алдында бұл бүйірлік есік жерден сәл шығып тұрған. Ғибадатхананың негізгі кіреберісі, баспалдақпен кіреберіс салынды. Бүйір жағында жеке кіреберісі бар, қосымша бөлме бар. Есікке апаратын жолды қазып алу керек болды. Сауда жағындағы Джон шіркеуі. Шіркеу 2 қабаттан тұрады. Есіктер бірінің үстіне бірі ыңғайсыз жасалған. Екінші қабатқа заманауи металл баспалдақ. Әулие Джон шіркеуі қарама-қарсы жағынан осылай көрінеді. Жоғарғы есіктен терезе жасалды. Декорация бұл жерде бұрын есік болғанын көрсетеді. Олар бірінші қабаттың есігін қазбаған. Есік кірпішпен жабылған. Сауда жағындағы Дмитрий шіркеуі. Ол да жерге құлап түсті. Есік пен терезе жер деңгейінен төмен болды. Төменде бірінші қабаттың жабылған терезе ойықтарын көруге болады. Бұл құрылыс кезінде көзделмегені анық. Жақын жерде Клемент шіркеуі орналасқан. Бұл шіркеу де қазылған. Жарты метрдей топырақ шығарылды. Бірақ бұл жеткіліксіз болды. Есік толық биіктігіне дейін қазылған жоқ. Мұнда есіктен өту үшін төмен түсіп қатты еңкею керек. Кішкентай есік үлкен ғибадатхана ғимаратына сәйкес келмейді. Әулие Георгий шіркеуі. Негізгі батыс кіреберіс. 2 есік бірінің үстінде. Екінші қабаттың баспалдақтары мен алаңы заманауи бетоннан жасалған. Бірінші қабаттың ауданы жер деңгейінен 1,5 метр төмен. Астына заманауи бетон плиталары төселді. Шұңқырдың қабырғалары тас пен кірпішпен қапталған. Бірақ есік әлі төмен, олар оны толығымен қазып алған жоқ. Сондай-ақ шіркеудің оңтүстік жағында терең ойық бар. Есікке кіру үшін баспалдақпен түсу керек. Мен саусақпен жердің деңгейін көрсетемін. Бұл жерде шөп өскен. Ал мынау біз батыс жақтан қараған бетон алаңы. Бұл жердің деңгейі болатын. Осы сызық бойымен есік түгел дерлік жерленген. Тек есіктің үстіңгі жағы жерден жоғары шығып тұрады. Құрбандық үстелінен көрініс. Бұл жер деңгейі. Ақсылақ қабырға жер бетінен биік болатын. Қоңыр аймақтар жер астында болды. Шіркеудің солтүстік кіреберісі де жер астында болды. Есік қазылып, қабырғалар тұрғызылды. Жер құлап кетпес үшін. Ежелгі Новгородта не болды? Неліктен шіркеулердің бірінші қабаттары жер астында қалды?